Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында осындай өте дәмді сырок дайындайтын боламыз. Ешқандай консервант, бояғыш қосылмаған, таза ірімшік, қант ұнтағы және сары май барлығын араластырып, блендерден езіп аламыз. Осындай біркелкі массаға келтіріп, формасына келтіріп, осындай пищевой пленкаға тіземіз. Егерде сіздерде ірімшік қатты болатын болса, онда формасын қолмен де келтіруге болады. Менде жұмсақ болғандықтан осындай кондитерский мешокпен құйып алдым. Кем дегенде 2 сағатқа мұздатқышқа қатырып аламыз. Менде дайын болды. 2 сағатқа қатты және әрқайсысын аршып, осындай таяқша қадап шығамыз әрқайсысына. Шоколадты глазурге батырып алу үшін ыңғайлы болады таяқша. Және 100 грамм шоколадқа ыстық суда ерітіп 20 мг сұйық май құямыз. Шоколад тек қана еру керек, қатты қайнап кетпеу керек, сондықтан мен ыстық суды қолдандым астына. Осылай шоколадты глазурге батырып, пергамент қағазға тізіп шығамыз. Өте оңай, әрі дәмді. Балаңызға қатты ұнайды. Таза табиғи тәтті дайындап берсеңіз болады осылай. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.